полицияның оң имиджін қалыптастыру мақсатында Ішкі істер министрлігі погонды журналист ақпараттық имидждік жобасының қорытындысы бойынша үздік шыққан үшін Жұмабеков Жандос арнайы дипломмен марапатталады. Бір күн бойы жағы үстіме полицейдің формасын киіп, жол қауіпсіздігін қадағалау жұмыстарына қатыстық, рейдке шықтық. Полиция қызметкерлері айтқанда күнде десек те болады, қауіп қатерлеріменен бетпе-бет келіп, осындай ауыр жағдайда мысалға өзінің қызметіне адалдығын танытып, кәсіби шеберлігінің арқасында осы қоғамдағы түрлі келеңсіздіктерді жеңіп, қоғамда тәртіп, тыныштық орнатуға белсене атсалысып келеді. Полицейлердің жұмысы, олардың еңбегі, олардың қоғамға, қоршаған ортаға деген қауіпсіздікті қорғаудағы үлесі өте зор деп есептеймін. Сондықтан жаңа жыл мерекесінің қарсаңында барлық тәртіп сақшыларына, отбасыларына амандық, табыс, сәттілік тілеймін. Ішкі істер министрінің атынан алғыс хатпен саған алпамыс марапатталсын. Биыл ішкі істер министрлігі балалар жылына орай менің полициям жобасын ұйымдастырған екен. Біздер Жетісай полиция бөлімі, полиция отбасы, баламыз, апамыз қатысып, біздің күнделікті жұмысымызбен танысып, имидж шығарған екен. Ішкі істер министрлігі тарапынан өте жақсы алғыс хат келіп отыр қазіргі таңда. Мен мамам мен папам ұқсап өскенімізде полиция болмайды. Мен өткенде жұмыстарына бардым, ояқта қызықты болды, бірақ қиын болды оларға. Бірақ мен сонда да полиция боламын өскен кезімде. Менің полициям ол менің анам мен әкем. Министр мырзаға маған алғыс хат берген үшін рахмет айтамын.